Ақтөбеде деструктивті діни ағым өкілінен қару-жарақ табылды. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқарының хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк жемесін басып, арнамызға жазылыңыз. Ақтөбеде деструктивті діни ағым өкілінен қару-жарақ табылды деп хабарлайды полиция кз. Сайттағы мәліметтерге қарағанда 2022 жылдың 15 желтоқсанында сағат шамамен 20:00 Ақтөбе облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері құқықтық тәртіп шарасы барысында ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі әрі деструктивті діни ағымды ұстанушы Алға ауданының тұрғынының үйін тінткен. Тінту барысында Макаров тапаншасы, 12 калибрлі Монстр Бейдж маркалы аңшы мылтығы, 9 калибрлі 38 дана тапанша оқтары, 12 калибрлі 19 дана оқ-дәрілер, аңшы пышағы, оқ салғыш белдік және 18 дана діни әдебиеттер тәркіленді. Аталған дерек бойынша тергеу басталды. Жинақталған дәлелдер негізінде Алға ауданының тұрғынының қылмыстық іс-әрекеті әшкереленіп, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 128 бабы бойынша қамауға алынды.